20 ғасырдың басы жалпы кешегі Ресей империясы үшін оның құрамына бодан болып кірген біздің Қазақстан үшін өте бір аумалы төкпелі өте қиын қасіретті заман болды. Қазақтың бір сөзі бар ғой, балық басынан шіриді деп. Бұл әлгі еңбекші бұқараға бостандық, еркіндік, теңдік әкеледі деп келген кеңес үкіметі шын мәнісінде олай болмай шықты. Алғашқы 17 жылдан бастап осы бір қатыгездік, тоталитарлық, сондай халыққа қарсы саясат жүргізетін саясаттың өркендегені рас. Көп жағдайда мынау репрессияға байланысты қуғын-сүргінді Сталиннің есімімен байланыстырады. Шын мәнісінде оның бастауы, жаңа мен тегін айтқан жоқпын ғой, анау кеңес үкіметі орнаған алғашқы кезеңнен деп айтуға болады. Себебі тіпті Лениннің кезінің өзінде осындай қатыгездік, сондай вертикалды жоғарыдан төменге дейін басып жаншып жүргізетін саясаттың негізі болған рас. Мысалы, сол большевиктердің көсемі Лениннің өзінің айтқаны бар. Мынау пролетариат диктатурасы туралы. Пролетариат диктатурасы дейді, кеңес үкіметіне қарсы шығатын топтардың, биліктердің бәрін күшпен басып жаншу деп көрсеткен. Яғни басып жаншу, күшпен бағындыру саясаты кеңес үкіметінің алғаш кезінен өзінің бір негізі болды деп айтуымызға болады. Оның белгісі ретінде сол кезеңде осы бағытта құрылған әкімшілік, әміршілдік мекемелерді алатын болсақ, соның бәрін көрсетеді. Мысалы, 1917 жылы бүкіл ресейлік төтенше комиссия деген құрылды, ВЧК атақты. Оның басында темір Феликс, железный Феликс деген атпенен тарихқа кірген қатыгез большевик Дзержинский тұрды. Содан басталды қуғындау. Алдымен кеңес үкіметіне қарсы болған мынау буржуазиялық партиялардың өкілдерін, үстемтап өкілдерін деп, одан кейін тіпті солшыл партиялардың өзін қудалай бастады. 1926 жылы осы ВЧК қайтадан өзгеріп, саяси басқарма деген құрылады, ГПУ. Ал 29-шы ол біріккен саяси басқарма деген ұйым ретінде құрылды. Аты өзгермемен мәні сол күймен қалды. Яғни басынан бастап осы мекемелердің негізгі міндеті, мақсаты, олардың алдына қойылған мақсат қарсы, кеңес үкіметіне қарсы сөз айтқан, ниетін білдіргендердің бәрін басып жаншу. Сондықтан да бұл саясат өзі біртіндеп күшіне енген саясат деп болады. Ал енді мынау Сталин билікке келген 20 жылдың ортасынан бастап, екінші жартысында бұл бұдан да күшейді. Одан 30 жылы НКВД-ның құрылуы, яғни мынау ішкі істер жөніндегі халық комиссариаты деген атпен кіруі, оған керемет жаңа қатыгез адамдардың келуі, алдымен Ежовтың, одан кейін Берияның осы билікке келуі бұл саясатты бұрынғыдан да күшейтіп жіберді. Яғни мақсат бір болды. Орысша айтқанда, кто не с нами, тот против нас. Яғни бізді қолдамағандардың бәрі кеңес үкіметінің жауы. Олар не істеу керек? Оларды жаңағы лагерге тығу керек, түрмеге тығу керек, жазалау керек деген саясат белең алды. Соның нәтижесінде 1930 жылдың басында мынау НКВД-ның жанында, жаңағы ішкі істер халық комиссариятының жанында ГУЛАГ деген мекеме құрылады. Оның расшифровкасы Главное управление лагерей. Яғни кеңес үкіметінің мынау соған кіретін Қазақстанда басқа елдер бар, соның үлкен территориясында қаптаған жаңағы лагерлер жүйесін қалыптастыру. Оған жаңа қарсы болған, яғни кеңес үкіметімен келіспеген адамдардың бәрін осы лагерлерге тығу. Міне ГУЛАГ жүйесінің бастауы осыдан болды. Енді Қазақстанда ең бірінші осы ГУЛАГ жүйесіне кірген үлкен лагерь бұл Карлаг 1930 жылы құрылды. Одан кейінгі мәліметтерге сүйенсек, мынау 50 жылдың екінші жартысына дейін Қазақстанда 60-қа жуық ірілі, орта деңгейдегі кішілі лагерь және бөлімшелері болған. Яғни Қазақстанның барлық сол кезеңде кірген 14 облысының бәрінде лагерь жүйесі болды деген сөз. Неге соншама Қазақстанға лагерь жүйесін қаптатып орналасты деген екі түрлі себебі бар. Біріншіден, мәлім, Қазақстанның жері табиғи байлыққа мол. Үлкен қазына байлығының жері. Кең сахара. Бұған ауыл шаруашылығында дамытуға болады, өркендетуге болады. Бірақ оны жүзеге асыратын жұмыс күші аз.
Сондықтан жаңағы еріксіз торға қамалған, лагерге қамалған тұтқындарды осы салада пайдалану қажет болды. 1925 жылы сол кезеңдегі бүкіл одақтық халық шаруашылығы кеңес деген болған. Соның орынбасары белгілі большевик Петухов былай деп айтады: осы лагерь жүйелерінің адамдарын біз мына игерілмей жатқан кең аймақты, оның ішінде Қазақстанда меңзеп айтып отыр, игеру үшін пайдалануымыз керек. Яғни олар сол жерде жұмыс істеу керек деген. Яғни бірінші кезекте осы лагердегі торға қамалған мыңдаған тұтқындар жұмыс істеуге тиісті болды. Екінші себебі, Қазақстанның үлкен терек аумағы, жері бұл коммуникациядан тысқары. Байланыс, енді өзіңді қазіргіде байланыс жөнінде әңгіме жоқ қой, бірақ дегенмен телеграф, почта, басқа байланыс жөнінен тысқары болғаннан кейін мынау торға қамалған жаңағы адамдар бірінші кезекте мына сыртқы өмірден шеттетілуге тиісті болды. Шектеу түрінде оларды ұстауға қажет болды. Міне сол үшін кең байтақ Қазақстан жері тек қана Қазақстан емес, бүкіл Сібір өлкесі, шығыс аймағы бәрі пайдаланды, соның ішінде Қазақстан бар. Енді сол кезеңде белең алған мына жазалаудың бір кереметі халық жауы деген статья. 58-ші бап деген бап пайда болды. Осы бап 58-ші баптың 18 тармағы болған. Сол 18 тармағының 12-сі ату жазасына бұйырылған екен. Сол кезеңде 3-тік 2-лік деген пайда болды. Яғни ресми әлемде қалыспаған сот жүйесі деген таза бұрмаланып, жаңағы 3 адамның шешіміменен халыққа жау деген адамды не ату жазасына бұйырды, немесе ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге соттауға шешім қабылдап отырды. Міне ГУЛАГ жүйесінің тармақталып, бүкіл бұрынғы кеңестер одағының жерінде, оның ішінде Қазақстанда тармақталуының себебі осы. Сондықтан да Қазақстан аймағы бұл лагерлер жүйесінің тек қана қазақ халқы ғана емес, сонымен бірге сол кездегі кеңес үкіметінің құрамына кірген басқа халықтардың өкілдерінің зардап шеккен, қасірет көрген аймағына айналған рас. Ол енді қазақ жерінің кінәсі емес, соны жасаған кеңес үкіметінің зияны болды.